Сәлем асүйхан шайымдары. Мен Гүлнұр. Бүгін сіздермен ауызда еритін тәтті жұп-жұмсақ сметан рецептісімен бөлісетін болам. Ол үшін бізге алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, оның үстіне майымызды салып араластырып аламыз. Қамырымыздың үстіне қантымызды, разрыхлителімізді және де бір жұмыртқамызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз 10 минут демалғанша, осы уақыт аралығында біз сметаниктің начинкасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қантымыз, оның үстіне жұмыртқамыз салып әбден араластырамыз. Араласқан массамыздың үстіне ванилинімізді қосамыз. Одан кейін қаймағымызды салып әбден венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Массамыз әппақ болады. Енді 24 диаметрлік, болмаса 22 диаметрлік формамызды пергамент арасына салып, шетін майлап, дайын болған қамырымызды жайып шығамыз. Шет-шетіне бортик жасаймыз, себебі массамыз ағып кетпеу керек. Дайын болған қамырды шетін әсемдейміз. Содан кейін массамызды салып, оның үстіне қатырылған малиналарымызды салып, әсемдеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 180-200 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне, біздің сметаник дәмді, тәтті пирогымыз дайын. Осылай жасап, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады.